Адам өміріне тікелей қауіп төндіретін ең ауыр диагноздың бірі өкпе артериясының тромбоэмболиясы. ТЭЛА өкпе артериясының тармақтарының жалпы тромбпен бітелуінен пайда болады. Әсіресе аяқтың беткей көк тамырларында тромб пайда болып, қан ағынымен өкпе артериясына барады. Белгілері қандай? Егер тромб ірі калибрлы артерияларды бітейтін болса, адамда бірден ентігу, кеуде тұсындағы ауыру сезімі және дененің жоғарғы бөліктері көгеріп бастайды. Жоғарғы бөліктердің акрацианозы немесе массивті цианоз деп айтуға болады. Сирек жағдайда қан аралас жалпы құрғақ жөтел пайда болады. Және де адамның қан қысымы түсіп бірте-бірте есін жоғалтып, 95% жағдайда өліммен аяқталады. Егер де тромб майда тамырларды бітейтін болса, адамда жалпы ентігу, кеуде тұсының ауырсынуы бірте-бірте басталады. Өкпе артериясының тромбоэмболиясын қалай алдын алуға болады? Операциядан кейін адамдар күнделікті дәрігер тағайындаған препараттарды уақытымен, мөлшерімен ішіп тұру қажет. Және де артық салмақтан арылу қажет, зиянды әдеттерді тоқтату қажет. Артық салмақ бар адамдар бұндай жағдайға жиі ұшырап жатады. Видео ұнаған болса лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіз.